Ассалаумалейкум қазақ елі. Мына сіздерге бүгін бір сұмдық бір жаңалықты айтпақшымын. Бұнда видеозвонокпен алаяқтар елімізде көбеюі мүмкін. Енді көбеюі мүмкін. Бүгін уже енді әлі басталған жоқ, енді көбеюі мүмкін. Әсіресе мына дамыған елдерде мына кәдімгі искусственный интеллект, кәдімгі жасанды интеллектпенен сіздің өзіңіздің сөзіңізді және түріңіздің бәрін видео жасап сіздің балаңызды алдап кетуі мүмкін, мектептен барып алып кетуі мүмкін. Сондай видеоларды қазір көріп жатырмыз. Әсіресе Қытай елінде бала жоғалу саны қарқынды асып кеткен. Сонан кейін мына бір-бірінен досы болып ақша сұрап, бірінің ақшасын бір алдайтын осындай бір жағдай көбейіп жатыр қазір. Ол енді ұзынға жетпей біздің елге келетіні хақ. Өйткені бізде де арам тамақтар көп, Құдай сақтасын. Енді сол үшін сіздерге құлақтарыңызға алтын сырға мен төменде мына бір екі видеоны көрсетемін, содан ары қарай түсінесіздер. Көңіл бөліңіздер. Сіз осы видеоны қарағаннан бастап бүгінде телефонды қабылдауға, видео звонок жасауға, әлеуметтік желіге өз суреттеріңізді жүктеуден сақ болыңыздар. Өйткені жаңаша бір алдамшылықтың түрі бүкіл дүниеге таралуда. Бұл AI алдамшылығы. Мына видеоға қараңыздар, мынау адам жасанды интеллекттен пайдаланып өзінің түрімен дыбысын өзгертуде. Мұндай жасанды интеллект техникасы бұл туралы көп біле бермейтін халыққа өте қауіпті. Алдамшылар жасанды интеллекттің көмегімен сіздің дыбысыңыз бен түріңізге еліктеп сіздің жақындарыңызға хабарласады. Айтыңыздаршы, қандай қауіпті? Жалпы бұлар балаңызды барып айту мүмкін. Әкең мені жіберді, не болмаса мамаң мені жіберді, сені алып кетуге деп. Ол айтады, әкеммен сөйлесемін. Мені дейді дағы, бағанағы әкесімен типа видеоға шығарады. Әкесі искусственный интеллекттің көмегіменен ана жерде бүкіл портреті, дауысы, сөзі дәл сондай, ешқандай ештеме ажырата алмайсыз шынайы өмірдегіден. Бағана балаға сөйлеседі кәдімгі прямо эфирде. Я балам осы кісімен бара бер, менің уақытым шықпай жатыр, осы кісі ағаңмен бара бер деп айтады екен. Содан ана баланы ұрлап кетеді екен. Сонан кейін достар алдайтын болған. Анау досының бір осы жаңалық жуықта болған бір жаңалықтарын алып алады екен, информация қабылдап. Сонан кейін прямо эфирге ананың досына шығады, айтады, маған мұнша ақша салып жер, осындай бір жағдай болып тұр деп. Сол үшін бұдан кейін видео звоноктан егер звонок келіп жатса, балаңыздан, әкеңізден, мамаңыздан, в общем, бір үлкен бір құбылыс, бір адам түсінбейтін, адам ми жетпейтін бір сондай бір жаман нәрсе мына искусственный интеллектпенен өріп келе жатыр. Енді мына біздің істеп жатқан IC Қазақстан енді қандай бір нелерді қолданамыз деген кезде сіздердің звонауларыңызға болады. Бірдеңке сұрап, видеоға менімен сөйлесіп, менің телефон нөмірім 8778-968-2623, WhatsApp-пенен маған видеоға шығып, менімен сөйлесулеріңіз болады. Бірақ мен жеке басым ешкімге звондамаймын бүгіннен бастап. Өйткені бұл өте қауіпті болып тұр. Менің суретімді салып, менің түрімді салып, менің дауысымды салып, сіздерге звондау мүмкін. Мен осындай нәбимін, мына сделканы бүйтейік, мынаны бүйтейік деп. Өйткені менде бүкіл TikTokта, Instagramда дайын материал тұр. Сол материалдан барлық схеманы алады дағы сіздерге звондап, сіздердің ақшаларыңызды алдап кетуі мүмкін. Өйткені бұл қоғамда қазір солай жалпылы әлем жер шарында осылай бір мошенничество пайда болайын деп тұр. Бұл уже мына дамыған мемлекеттерде әсіресе қазір өріп бара жатыр күннен күнге. Сол үшін сақ болайық. Бұл ана заманның озығы да бар, тозығы бар дейді. Сол үшін офлайн жұмыс істеуге біз бүгіннен бастап көштік. Бізде әр облыста, Аллаға шүкір, мына Алматыда, Талдықорғанда, Өскеменде, Семейде, Қарағандыда, Павлодарда, Астанада, сонан кейін Ақтау, Ақтөбе, Шымкент. Пока осы қалаларда офистарымыз бар. Бізбен хабарға шығып, осы IT программасымен жұмыс жасайтын кісілер міндетті түрде мүмкіндіктің барынша бізге офлайн қазір келіп, офистан адам құсап келісіп, тос айтып, шай ішіп отырып, жұмыстарымыз жасаймыз. Ары қарай уже қауіпті болып тұр. Сол үшін осы бір информацияны жеткізбекшімін. Өнен кейін семьяларыңызда осындай видео звонокпенен ала сал, бара сал, келе сал деген әңгімені бұдан кейін қысқартыңыздар. Құлақтарыңызға алтын сырға. Соңын достарыңыздан бір видео келіп атса, бәке ананы бүйтейік демек, мәке мынаны бүйтейік демек десе, оған сеніп қалмаңыздар. Ол сенің досың болмауы мүмкін. Иә дей сағанды қойыңыздар бұдан кейін. Бұл жерде біздің қазақ бірінші жүз алдану мүмкін. Өйткені біз дархан халықпыз, сенгіш халықпыз. Өте сақ болыңыздар. Бұл искусственный интеллекттің дамығаны соншалық қазір алдау мошенниктер үшін бір таптырмас бір үлкен бір орай болып тұр, елі құрал болып тұр. Сол үшін құлақтарыңызға алтын сырға, аман болыңыздар. Келесі сабақта және осы искусственный интеллект жайлы жасанды мидың және бір жаңалықтарын жеткізетін боламыз. Рахмет.